дорогой и любимый кыргызский народ, то, что сейчас происходит с нашими братьями, очень печально и грустно. Дело в том, что я искренне считаю Казахстан своим вторым домом. В моих детях течет казахская кровь. Здесь очень много моих хороших братьев, достойных сестер. И вы знаете, казахстанский народ, он так же, как и кыргызский, имеет право на свое самоопределение, имеет право на справедливость. И никакие межполитические, межгосударственные договоренности не дают права нашим солдатам с оружием вступать на землю наших братьев, направлять это оружие на наших братьев. Никакие договоренности. Мы должны сохранять в себе человечность. Не басталады? Бүгін енді коменданттық сағат. Сондықтан оның тәртіп заңы бар. Сол заңға бағынайық. Заңды бұзбайық. Заңды бұзбаса Құдай біздің жағымызда. Оны да ағайын айтайын. Жеңіс құтты болсын! Сенейсің қазір, ана, бұлай шетке тұрш, қалқыма айтайын дегенім. Міне, Әзірбайжан қайда, Орыс қайда, ана қайда деп атып қой. Біздің арамызда бәрі бар. Өйткені бұна бауырымыз кеше 3 күннен бері тамақтасып жүр осы жігіт. Елге тамақтасып жүрген азаматтың бауыры біле. Көпешалай. Берілген әскерилер келіп жатыр міне. Мақсат қайдасың жаңа военный жігітті алып бер мұнда. Әскерилер келді ағайын, көрдіңдер ғой, әскерилер келді ортамызға. Берілген әскерилер, берілген бізге, халықпен біргеміз деген. Командирім шақырып трибунаға. Молодцы! 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 Молодцы!
Жігіт аға, айттым ғой жаңа, 3 күннен бері сөйлеп жүрген мені. Осы жігіт естеріңе сақтап қойыңдар. Халықтың сөзін сөйлеген жігіт міне. Ақтауда аса болып жұмыс жасайды. 30 шақырым тойларыңа ентік. Амондар кетті, қасында тұрған амон мұны нәзір. Паспорт отырам, мені. Қойынша сен, бала месіздер бұл. Ағайын, көріп тұрсыңыздар. Халық жағына қосылды әскерилер. Халыққа берілген әскерлерге тамақ таратып жатыр болсын біздің Маңғыстаудың жергілікті әйелдері кешеден бері жүрген, көмектесіп жүрген. Бәріміз барып ішін білдіріп, я болмаса әрбір Мұрат ағай өзіміздің бауырларымызға біреуміздің болмаса біреуміз қолымыз кетпеген. Бірдеңе олып жататын болса, біздің тарапымыздан үлкен қиянат болады. Сондықтан біз сабырменен күтіп отырып, бәрін де шештік. Бәріміз бірге сол сабырмен шештік. Енді алғаш болып бізге Алматы қаласында тұратын Серік деген бауырымыз, міне құшақтап тұрған бауырым. Акиматтың терезесінен шығып, жігіттердің хабарын айтып, халықпен бірге кең жолдап атырсың бірге. Алматы қаласындағы бауырларымызға дұғай сәлем. Жарайсыңдар жігіттер, рахмет сендерге. Ештеңені білдірмей, әдемі Алланың берген берекетіменен әдемі түрде аламыз. Оған көзім толық жетеді, бәріміздің де көзіміз толық жетіп тұр. Енді мен сендерге міне өздеріңіздің көзіңіз жеткендей, жаңа Серік шыққаннан кейін осы мына жігіттермен хабарласып, халықтың арасында екені, біз оны жаңағы заложникке алып тұрмағанымызды соны айтып нетіп, мына жігіттер де келіп жатыр өздігінен халықтың арасына. Бұл жігіттердің әрбіреуінің бір тал шашы түспейтіндей қамтамасыз етуіміз керек. Жеңіс құтты болсын, қазақ елі. Я сейчас хочу обращаться на русском языке. Почему? Опаля, война началась.